Құрметті футбол сүйер қауым, Арсенал және Жуниор командалар арасындағы матчтың екінші таймы қазір басталды. Алғашқы 20 минуттан соң есеп 1-1. Арсенал бірінші гол соққан, кейін өзбекстандықтар таразы басын теңестіріп кетті. Арлен допты иеленіп алды. Осы 20 минут көп нәрсені шешеді. Қайсы команданың жолы болады екен? Әлбетте қазақстандықтар үшінші орын иеленеді деген үміттеміз. Бірақ бұл футбол, барлық нәрсе болуы мүмкін. Тимур допты ойынға қосты. Зико Зиятчан қазір ойын ережесін бұзбады, нәтижесінде аут. Арлен допты ойынға қосады. Зиятчанмен ойнады. Қарсыласқа бермеу керек, абай болу керек. Ибрахим. Алаң қожайындарына қарсы өткізу қиын болады. Бұл халықаралық турнир. Рауан допты алып қойды. Міне Айсұлтан пас қан енді. Әбілхайыр сол қапталдан бұрыштама доппен аяқталды. Абулхайыр, левой ногой обработай там. Абылхайыр қазір. Үзіліс кезінде Арсенал командасының бапкері баспен соққы балама қазір үлгерді. Кешікті соққы бағыттауға, жарақат алды Арсенал ойыншысы. Бұл жерде басынан жарақат алды. Қазір соққы бағыттап жатқан сәтте ойын жалғастыра алады екен. Айсұлтан үзіліс кезінде Арсенал командасының бас бапкері шәкірттеріне жігер берді, бір күш-қуат беру үшін тек қана біз Арсеналдың емес, бүкіл Қазақстан үшін ойнауымыз керек деген сөздерді айтты. Шәкірттері енді қазір көреміз. Осы 20 минуттың ішінде қандай өнер көрсетеді. Әбілхайырдың пасы болды. Рауанның ойынына Ибрахим. Жоқ. Поширине, Ибра, сюда помогай. Ибрахимде доп. Арсенал ойыншылар Тимур. Зиятчан еді. Арлен, выходи. Улички. Есеп 1-1. Егер тең нәтиже болса, онда пенальтилер сериясына куә боламыз. Пас. Қазір жуниор футболшылар керемет тәрізді қауіп жағдай Арленнен допты қайтарғанына куә болдық. Соққы Алтайыр, Рауан. Есеп 1-1. Тағы да допты иеленіп алды Ислам. Нұрдәулет. Ойын ережесі бұзылды. Бұл жерде Ислам тарапынан сол үшінде төреші ысқарғын шалуға мәжбүр болды. Ауа райы қазір сәл өзгеріп жатыр, жауын болуы да мүмкін. Бірақ бұл матчтың аяқталуына 17 минут уақыт қалды. Есеп 1-1. Айсұлтан есепті ашқан. Зиятчан аут. Арлен. Зиятчан. Алыстатқанына куә болған Айсұлтан қарсыластан өте алды. Жоқ, қаны енді Әбілхайырға келіп еді. Рауан. Нұрдәулет. Арсенал футболшылары екінші голға. Жоқ, соққы. Қаны енді Нұрдәулеттен соққы. Қақпаны кесіп өткен жоқ дейді төреші. Екінші таймның 5-ші минутында қақпаның маңдайшасын ішкі жағынан сызықты кесіп өтпеді. Сол үшінде гол есепке алынбайды, қауіпті жағдай еді. Айыпхан Исламға допты жеткізген еді. Қазір Арсенал футболшылары Айсұлтан алаңда сақтап қалды. Аут. Есеп 1-1. Зиятчан допты ойынға қосады. Екінші тайм қызықты көрініс алып жатыр. Рауан Ислам допты алдырып қойды сол қапталға. Әбілхайырда
Ойнау керек, бар күшін салу керек. Бұл 3-ші орын үшін өтіп жатқан ойын. Алан төс, Алан төс. Кеше Арсенал қырғызстандықтарға пенальтилер сериясынан жеңіліп қалған. Orange Warriors командасына есеп 1-1 болды. Бірінші голды Бишкек ойыншылары соққан болатын. Кейін таразы басына Айсұлтан теңестірді. Пенальтилер сериясы 2-3 есебімен аяқталды. Арлен допты ойын қосты. Рауан. Қазір 9-шы нөмірдегі ойыншыдан абай болу керек. Жылдамдығы Рауан. Абу, играй там. Играй, Абу. Хусанов 9-шы нөмірде. Жақсы, Алтайыр. Оң қаптал пас еді Айсұлтанға еді. Екінші тайм 7-ші минуты. Есеп 1-1. Бірінші таймда 2 гол тамашаладық. Рауан бұрыштама доп. Дидар алаңға шығады. Алтайырдың орнына. Бұрыштан доп ойын қосылады қазір. Пас Алекс. Жуниор футболшылары жоғардан. Абай болу керек. Қазір өзбекстандықтар гол соғып кетуі мүмкін еді. Арлен допты сол қапталға Алтайырға жеткізді. Нұрдәулет. Айыпхан допты алуға әрекет жасап жатыр Ибрахимнен. Алаңда сақтап қалды Ибрахим. Сепчанның пасы Айсұлтан үлгерем Абаспен. Асылбек допты қайтарды. Ол қажет Арсеналға соқты. Дидар бар. Әлі де Қызыл жейдедегі команда өкілдері еді. Алекске қарсы ойын ережесі бұзылды. Жанали. Жанали потом. Қазір оң қапталда ойнайтын болды. Ойын ережесі бұзылған. Пенальтилер сериясын көреміз. Егер голға соғылмаса үлгерді қорғаушы. Айсұлтан топты ала алмады. Қана қорғаушы қателікке бой алдырған. Айсұлтан, Сәтте қақпаш топты ұстап алды. Жаналиде пас болады. Айсұлтан допты иеленгенде қақпаш үлгерді. Сәл кешікті. Төс, Жанали, төс, Жанали, төс. Рауан. Не бросайся, Хусанов. не бросайся. Алтайыр. Не давай бить, Рауан, берме. Хорошо. Ойна, Дидар, ойната. Пас. Бар, Нұрда, бар. Сол қапталда. Ойна, Алаңда сақтап қала алмады. Дидар допты. Ойна, Дидар. Дидар 23-ші нөмірде сол қапталда ойнауда. Алаңға шығып, міне әлі де өзбекстандықтарда жуниор футболшыларында Тимурда сол аяқпен соққы болады. Арленнің қақпасына, бірақ дәл барған жоқ. 10 минут уақыт қалды матчтың аяқталуына. Рафаэл қазір алаңға шығатын болады. Міне осындай сәттен пайдалану керек. Бұрыштама доп. Нұрда ал. Айсұлтан, зайди к вратарю прям. Қазір Арсенал футболшылары алаң қожайындарына қарсы ойын өткізіп жатыр. Пас соққы бола ма? Рауан. Жоқ, допты алдырып қойды. Хусановқа келді доп. Аут. Көрешіне дейді. Арсенал ойыншылар допты ойын қосады. Жанали, кете аралға. Жанали. Алтайыр. Аут. Тұр, Дидар, тұр.
Готовься, да. Рауан допты алдырғанда Нұрдәулет қан енді үлгеру керек. Айсұлтан қарсыластан өтті, керемет. Бірақ Нұрдәулет ешкім жоқ. Аут. Бери, давай, нашел. На ближнюю, Жанали, на ближний. Оң қапталдан Зиятжан допты ойынға қосады. Үшінші орын үшін өтіп жатыр. АФЛ Kids Ташкент қаласындағы ең соңғы күн бүгін. Топты кезеңдерде Арсенал 3 ойынды жеңіспен аяқтаған. Бірақ әлі де негізгі уақытта жеңілген жоқ. Арсенал тек кеше пенальтилер сериясынан жол беріп қойды. Жанали доп тоқтата алмады. Қазір міне Айыпхан Зиятжаннан өте алама. Пас болды. Сайдумар әлде жуниор футболшыларын деді. Нұрдәулет допты алаңнан шығарып жіберді. Алекс топты ойынға қосады. Өзбекстандықтар. Көреміз. Бұл сәтте жоғарыдан пас еді. Соққы бағыттай алмады. Есеп 1-1. Гол тамашалаймыз ба, әлде біз пенальтилер сериясына дайынбыз ба? Айыпхан. Айсұлтан. Аут Жаналиге тиді. Сол үшінде Тимур допты ойын қосады. Зиятжан. Аут, ешқандай қауіп жағдай болмады. Арленде доп асықпайды. 7 минут уақыт қалды матчтың мәресіне жетуіне. Біздің есебіміз бойынша пенальтилер сериясына куә боламыз ба? Екінші рет Арсенал құрамы қатысуындағы. Рафа, иди туда. Ойна, Жанали. Спокойно, атылма. Хорошо. Аут, Жанали қайтарып жіберді допты. Быстрее, давай, быстрее. Тимур допты ойынға қосқанына куә болдық. Рафа, играй. Вперед, Жасур. Енді Рафаэльден пас болды. Жасур үлгере ма? Үлгере ма? Қақпашы. Спокойно, Арлен. Арленге кеп түсті. Асықпау керек. Қазір бір гол керек. Бәрібір Арсенал командасы үшін. Сонша еңбек. Енді барлық командада осы жерге дейін жетіп келді. Бірақ қазақстандықтарға сәттілік тілейміз біз. Арсенал қорғануға мәжбүр. Алекс соққы бағыттауға мүмкіндік бермеу керек. Сайдумарда доп. Жақсы. Бұл жер Жанали үлгере ма? Тимур. Аут. Әбілхайыр Ибрахим қазір қосалық құрамда демалып қазір орындарын күтуде. Зиятжанның пасы еді. Допты Арлен асықпай допты ұстайды. Теу жіберу керек, осылай. Алаң ортасында кім дайын? Жанали допты алуға әрекет жасайды. Аут. Өзбекстандықтарда доп. Алаңда сақтап қалды. Өзбекстандықтар пас болды, бірақ бұл жерде Рауан қарымта шабуыл. Рафаэль сол қапталда. Өзі соққы керек қой. Осылай. Қақпашының қолына келіп түсті. Жаналиде. Зиятжан. Арсеналдың шабуылы. Қаны енді Жасур. Жоқ. Арсенал футболшылары қазір екінші гол соғып кетеді. 5 минут уақыт қалды. Жасурда доп. Ойын ережесі бұзылды. Рауан соққы бағыттайтын болды. Жоғарыдан бір қақпаға жойқын соққы керек. Қорғаушылар қақпашыға бір
допты қайтаруына кедергі келтіреді. Қазір Рауанның соққысына куә боламыз, құрметті футбол сүйер қауым. Рұқсат берілді. Қана бір гол күтейікші осы жерден. Жоғарыдан соққы болды. Қақпашы қайтарды, әлде қорғаушылар баспен қайтарған сәтке тағы бір соққы. Алтайырдан соққы, бұрыштама доп. Мүмкіндік. Қазір жарақат алды. Нұрдәулет па? Кім? Айсұлтан. Рафаэль жарақат алды қазір. Ойнай ала ма? Айсұлтан алаңға оралады. Бұрыштама доп болады. Рұқсат берілді. Зиятжан. Жоқ, енді бұл допты қайтарып жіберді. Дұрыс негізінде. Жуниор командасында. Уақыт аяқталып бара жатыр. Матчтың кім гол жібереді, уақыт жетпей қалуы мүмкін. Төреш ешқандай ойын ережесі бұзылмады дейді өзбекстандықтарда. Қана жақсы қорғанады жуниор командасы. Айсұлтан. Үлгере ма Нұрдәулет? Аут. Сырғанап теуіп жібергеніне куә болдық. Нұрдәулет қана енді Алтайырда Арсеналдың шабуылы. Он 18-ші минут, есеп 1-1. Бірінші таймдағы 2 гол қазірше сақталуда. Алысты допты шығарып жіберді. Аюпхан үлгермеді. Зико. Зиятжанның пас еді. Қорғаушылардың допты қайтарғанына куә болдық. Алтайыр. Пенальтилер сериясына дайындала берсек те болады біз. Қазір гол көрмейтін болсақ, онда осындай сәтте қателік керек емес. Рауан. Міне енді Алтайыр қапталдар Ибрахим еді. Айсұлтан. Рауаннан соққы керек. Жоқ, аяғына дұрыс тимей қалды қазір. Нұрдәулет. Аюпхан. Не бросайся. Хорошо. Зиятжан. Арленде доп. Жылдам. Өте қиын матч. Қазір. Отскок, да, ушел. Айсұлтан. Аут болмады. Сол қапталдан. Асықпайды, Арленге беру керек топты, е. Осындай сәтте 2 ойыншының арасынан өте алды. Айсұлтан қаны мүмкіндік. Оң аяқпен соққы. Рауанға келді. Қорғаушы үлгерді аяғын қоюға. Әйтпесе қазір қазақстандықтар 2-ші гол соғатын еді. Жуниор футболшыларында Зиятжанның допты қайтарған сәті. Ибрахим. Оң қапталда. Бұрыштама доп. Қазір 30 секунд уақыт қалды. Осы шабуылды голмен аяқтау керек. Гол қажет. Міне жоғарыдан пас, баспен соққы. Кім береді соққыны? Әлі де өкшемен соққы еді ғой. Айсұлтанның қақпашы допты қайтарып қалды. Болмады. Төреш сағатына қарады. Қазір ысқырық шалынады. Біз пенальтилер сериясына дайындала берсек те болады.
Ақбаш топты ойын Коста, Айыпхан. Играй. Өзбекстандықтарда Нұрдәулет. А суди вперед. Сол қапталдан шабуыл. Аут. Все, то есть Нурда. Осы сәтте төрешінің ысқырығы шалынды. Біз пенальтилер сериясын тамашалайтын болдық.